Математика пәні сабақтың тақырыбы бөлу. 73-ші сабақ. Бүгінгі сабақта бөлу амалымен танысасың. Әлияның анасы 15 кәмпит берді. Әлия оны достарымен бөлісті. 15-ті 3-ке бөлейік. 3-ке бөлеміз. Сонда әр қайсысына неше кәмпиттен келеді? 1, 2, 3, 4, 5. Екінші досына және Әлияның өзіне. Сонда балалар санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші досына 5 кәмпит және Әлия да 5 кәмпиттен алды. Сонда 15-ті 15 санын 3-ке бөлген кезде болады 5. Яғни әр балаға 5 кәмпиттен келеді. 3 тең 5. Мысалын қарастырайық. 15 ол бөлінгіш. 3 ол бөлгіш. Және 5 бөліндінің мәні. Бөлудің таңбасы 2 нүкте ретінде жазылады. Байланысты бірнеше мысал қарастырайық. Ол үшін сызғышты пайдаланамыз. Мысалы, 4 бөлу 2. 4 санын 2 рет бөлеміз, яғни 4-тің ішінде екеу нешеуден? Дұрыс, 2 рет. Келесі. 6 бөлу 3. Яғни 6 санын 3-ке бөлеміз. 6 1 3-еу. Келесі 3 сан. Сонда 6-ны 3-3-тен бөлген кезде 2 болады. 1 және 2. Келесі. Тағы бір мысал. 10 бөлу 2. Мәні. Яғни 10 санның ішінде 2 неше рет бар? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Яғни 10-ды 2-ге бөлсек, болады 5. Тағы бір мысал. 8 бөлу 2. 8-ді 2-ден бөліп шығамыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Яғни 8-ді 2-ге бөлсек, мәні болады 4. Кішкене күрделі сандалайық. Мысалы, 14. 14 бөлемін 7-ге. Мәнін табамын. 7 сан санаймын. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. Келесі, 1-ден бастап 7-ге дейін 7 сан. Яғни 14-ті 7-ге бөлсек, 1, 2. Болады мәні 2. Номер 2, 23-ші бет. Кесте бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін табайық. Бір мысал көрсетемін. Көбейткіш 9, көбейткіш 2, көбейтіндінің мәні белгісіз. Оны біз қалай табамыз? Яғни 9 көбейткіш болғандықтан біз оны көбейтеміз. Көбейтемін 2-ге. Яғни 9-ды көбейту 2 дегеніміз ол 9-ды 2 рет қосамын. 9-ға 9-ды қосқан кезде мәні болады 18. Сонда көбейтіндінің мәні 18. Жазамын. Қалған 2 өрнекті өзің шығарып тауып көр. Екінші кестені қарастырайық. Бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Бөлінгіш 18, бөлгіш 9, бөліндінің мәні белгісіз. Яғни біз 18-ді бөлеміз 9-ға. Мәні болады 2. Не себепті? Себебі 18-дің ішінде 9 2 рет бар. Яғни 18-ден 9-ды азайтсақ 9 болады. Одан тағы да 9-ды азайтамыз, мәні 0. Қалған 2 өрнекті өзің орындап шығар. Номер 3, 23-ші бет. Есептің тек шешуін ғана жаз, азайтудың көмегімен шығар. Мектептердің асханасына тарату үшін 50 жәшік алма сатып алынды. Егер әр мектепке 10 жәшік алмадан таратылса, онда неше мектеп алма алады?